Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз бұл иіс сезу жүйкесі нервус альфакториус, немесе бірінші жұп бас ми жүйкесі деп аталады. Сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ендеше кеттік. Бірінші кезекте біз бірінші жұпты талдамас бұрын мұрын жолдарын қарастырып алайық. Бұл бізге өте қажет. Бізде мұрында екі, яғни аймақты алып қарастырамыз. Бұл иіс сезу аймағы регио альфактория және тыныс алу аймағы регио респиратория. Иіс сезу аймағы мұрынның жоғарғы, яғни жолында миатус назис супериорда орналасқан, көріп тұрғанымыздай көкпен белгіленіп қойған. Бұл конха назалис супериордың жоғарғы жағында, яғни жоғарғы мұрын қалқанының жоғарғы жағында дейміз басқаша. Ал ортаңғы мұрын жолы, яғни төменгі мұрын жолдарында екі жолда. Бұл тыныс алу аймақтары. Бұл жерлерде ауаны жылытуға, ылғалдандыруға және сүзуге қатысады. Ал жоғары жағында иіс сезу аймағында шырышты қабығында бізде көптеген рецепторлар орналасады. Бұл иіс сезу рецепторлары болып табылады. Келесі кезекте бұл иіс сезу жүйкесі. Иіс сезу жүйкесінің үш бөлімін алып қарастырамыз. Бұл рецепторлық, өткізгіш және орталық. Рецепторлық деп отқанымыз бұл регио альфакторияда орналасқан бірінші нейрон, яғни содан тармақталатын көптеген жіңішке бізде жүйкелер бар. Оны фила альфактория деп атаймыз. Саны өте аз болады, 15-20 шақты ғана. Міне бірінші нейрондар, олардан шығып тұрған фила альфактория 15-20 шақты, олардың бізде рецепторлары болады. Және де бұлар иіс сезу эпителиында орналасқан. Бұлар негізінен иіс рецепторлары, яғни жоғарғы мұрын жолында орналасқан болып саналады. Енді екінші нейрон қайда орналасқан? Бұл иіс сезу бұлтығы бульбус альфакториуста орналасқан болып табылады. Мына жерден де көрсек болады екінші нейрондарды. Дәл осы бірінші нейрон мен екінші нейрон өзара байланысады, яғни бірінші нейронның аксындары, мына көріп тұрғанымыз сүйек бар, бұл торлы сүйек деп аталады, ал мына тесіктер ламина криброза, яғни торлы сүйектің торлы табақшасы. Ламина криброза осис этмоидарис деп аталады. Осы жерден бірінші нейронның аксындары ішке қарай, бас сүйегінің ішіне қарай бағытталып, бульбус альфакториусте орналасқан екінші нейрондардың дендриттерімен синапс түзеді. Және де екінші нейрондардан бізде сонымен қоса көптеген аксындар шығады. Ол аксындар трактус альфакториусты түзеді, иіс сезу жолын. Иіс сезу жолы өз кезегінде жуан болып, кейін жіңішкеріп, қайтадан үшбұрышқа жалғасады. Мына үшбұрыш бізде тригонум альфакториум деп аталады. Тригонум альфакториумде үшінші нейрон орналасқан. Ал бұл тригонум альфакториумнен, міне үшбұрыш тәрізді, тригонум альфакториумнан үш буда шығады. Бұл үш буда, яғни латеральды, сыртқа қарай, артқа қарай бағытталатын, медиалды және де аралық будалар болып саналады. Бұлардың барлығы, яғни бульбус альфакториустен басталып, орталыққа дейінгі жететін бөлім, яғни өткізгіш болып табылады. Ал орталық бөлімі бұл ункус деп аталады, яғни ілмек. Осы жерге барып тоқтайды. Және жаңа айтып кететін нәрсе, тригонум альфакториумде үшінші нейрондар жаңағы үш буданы түзді: стрия альфактория медиалис, латералис, интермедиа. Ал олардан бізде субстанция перфората антериор арқылы ункусқа жететін болады, немесе күмбезді айнала отырып жету мүмкін. Оны қазір толығымен жеке талдап өтетін боламыз. Мына жерде сіздерге жалпылама нұсқасын көрсетіп өттім. Регио альфактория бірінші нейрон орналасқан, ол жерде иіс рецепторлары болады. Фила альфактория арқылы, яғни ламина криброзамен бізде екінші нейронмен байланысады бульбус альфакториустегі. Бульбус альфакториустегі екінші нейронның аксындары трактус альфакториуске жалғасатын, яғни иіс сезу жолына жалғасатын көреміз. Иіс сезу жолы тригонум альфакторияда үшінші бөлікке, яғни үшінші нейрондар орналасады. Бұл жерде үш буда тармақталады дәл осы жерден. Ол стрия альфактория
латералис, интермедиа, медиалис деп аталады, және де субстанция перфорат антериорды көріп тұрмыз мына жерде. Одан ары қарай бізде орталыққа, яғни иіс сезу анализаторының орталығы ункусқа жететін болып табылады. Келесі кезекте бұл көріп отырғанымыз ми қыртысының маңдай үлесінің төменгі, яғни беті. Дәл сол жерде біз талдаған болатынбыз, ми қыртысында сулькус альфакториус бар, иіс сезу жүлгесі. Иіс сезу жүлгесін жауып жататын бұл бульбус альфакториус және трактус альфакториус. Осы екі құрылымды алып тастайтын болсақ, біз сулькус альфакториусты көретін боламыз. Енді кезекте бульбус альфакториус трактус альфакториуске, трактус альфакториус тригонум альфакториумге жалғасады. Оның өзі негізгі үш бөлікке бөлінеді, жаңа айтып кеткен, яғни будаға бұл стрия альфактория медиалис, интермедиа және латералис деп аталады. Бұлар субстанция перфората антериор арқылы бізде ункусқа жетеді, яғни ілмекке. Бұл ілмекте иіс сезу анализаторының негізгі орталығы орналасқан болып табылады. Енді дәл осы үш буданы жеке дара яғни қайталайтын болсақ, бізде бірінші медиалды буда стрия альфактория медиалис, көріп тұрғанымыз сүйелді дененің негізгі тұмсығының астында өтеді. Ол бір талшығы негізінен стрия лонгитудиналис деп аталады да, күмбезді айнала өтіп бізде артқа қарай бағытталып гиппокамп қатпарының бойымен кейін ункусқа дейін жететін болып табылады. Оған дейін жетпес бұрын бізде гирус фасциолярис және гирус дентатус бойымен ункусқа өтеді. Мына жерде гирус дентатусты көрсек болады, ал гирус дентатусқа жетпей тұрып бізде гирус фасциолярис бойымен өтетін болып келеді. Және бір бөлігі мына сүйелді дене мен күмбез, яғни форникстың арасында орналасқан негізгі құрылым бұл септум пелуцидум деп аталады. Осы арқылы бағытталады бір талшығы. Солай күмбезді айнала өтіп фимбрия гиппокампи бойымен ункусқа жететін болып табылады. Міне септум пелуцидум күмбезді айнала өтеді форниксті осының аралығымен. Кейіннен бізде фибра гиппокампиді көреміз мына жерден, және ункусқа дейін жетеді. Келесі бұл стрия альфактория интермедиа аралық буда талшықтарының бір бөлігі бізде жаңағы мына жердегі субстанция перфората антериорда аяқталады. Субстанция перфората антериордан шыққан талшықтар кейіннен дәл осы ламина пелуциданы, кейін форниксті айналып өтіп фибра гиппокампи бойымен ункусқа дейін жететін болып табылады, яғни қарама қарсы бағытқа өтеді. Қандай, яғни сіздерден дәнекер арқылы десе, алдыңғы, яғни ми дәнекері комиссура церебри антериор арқылы деп атайсыздар. Мына жерде орналасқан, міне көріп тұрғанымыздай. Келесі бұл мына қарамен көрсетілген латеральды буда стрия альфактория латералис ең ірі буда болып табылады. Оның өзі бірнеше талшықтары бар. Гиппокампқа беретін, немесе бадамша тәрізді дене корпус амигдалоидумға беретін талшықтар болады. Сонымен қоса негізгі талшығы бізде ункуста аяқталады, яғни ілмекте. Егер де видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де 12 жұп нервті толығымен каналға өтіп, плейлист деген жерден 12 жұп жүйкені көрсеңіздер болады. Және түсінбей жүрген тақырыптарды комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде алдағы уақытта салатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.